Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге 2026 жылы біз ИП-ны қалай жабамыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін біз екі түрлі сайтта жұмыс жасайтын боламыз. Біріншісі осы жылы ашылған новый налоговый сайт. Ол үшін кабинет ИСНА деп жазсаңыз, бұл сайт шығады. Осы жер, бірінші осы сайтқа кірейік, выбрать ЭЦП деп өзіңіздің кілтіңізбен кіресіз. Мен сайтқа кірдім, өзімнің жеке кабинетіме кілтіммен кіріп, отчеттарын барлығын осы жерден қарай аламын. Енді ең бірінші ИП-ны жабу үшін сізде міндетті түрде, егер кассаңыз бар болса, ол учеттан шешілу керек, және де сізде ешқандай қарыз болмау керек. Пенсионный, социальный отчисление, медстраховка, налог деген сияқты төлемдерден сізде ешқандай қарыз болмау керек. Оны біз қайдан тексереміз? Негізі осы жерден де тексеруге болады, лицевой счет деп. Бірақ мен осы уақытқа дейін старый сайтта жұмыс жасап үйренгендіктен, старый сайттан қараған маған ыңғайлы. Старый сайтқа кіру үшін кабинет КГДГОВ.KZ деген осы сайт арқылы ЭЦП кілтіңізбен кіре аласыз. Осы жерде лицевой счет деп кіресіз. Және де запросить сальдо лицевого счета деп, обновить деп. Осы, мысалы, қай күні сіз жасап жатырсыз? Мен, мысалы, 3 март күні жасап жатырмын. 3 мартпен обновление шығу керек. Осы жерде сальдо налога, сальдо пени деген жерде барлығы осылай 0 немесе плюс болып тұру керек. Егер осы жерде минус, мысалы, 10 теңге, 100 теңге, минус 1000 теңге болса, ол сіз қарыз деген сөз болып саналады. Сол қарызды міндетті түрде төлеу керек. Қысқасы, қарызыңыз бар жоғын осы лицевой счет арқылы тексере аласыз. Міндетті түрде бүгінгі датамен обновление болып тұру керек. Осы датаға мән бересіз, және де осы жерде барлығы жасыл болып тұру керек. Қарыз болмау керек. Осы кезде сіздің ИП-ңыз жабылады. Келесі жаңа сайтқа өтеміз. Осы жерде посмотреть профиль деп өзіңіздің ИП-ңызда касса бар жоғын, егер сіз білмесеңіз, бар жоғын осы жерден қарай аласыз. Мен әрдайым айтамын, егер алдыңғы менің видеоларымды қараған болсаңыз, регистрационный данныйды әрдайым жаңартып отыру керек. Осы жерде обновить деген кнопка бар. Әр уақытта, егер сіз өзіңіздің ИП-ңызды жабатын болсаңыз, немесе сіз бухгалтер ретінде басқа бір кәсіпкердің ИП-сын жабатын болсаңыз, міндетті түрде обновлять ету керек. Неге? Өйткені бұл ИП өзінің пропискасын ауыстырған болуы мүмкін, немесе ИП-сының тіркелген районын ауыстырған болуы мүмкін. Сол кезде сіз бұны жаңартпасаңыз, көрмей қаласыз. Демек, көрмей қалсаңыз, сіздің отчетыңыз басқа налоговый органға кетіп қалады. Ол отчетты потом түзеу керек болады. Сол үшін осы жерде міндетті түрде обновитті басып отыру керек. Астқа қарай жүресіз, осы жерде касса бар жоғын қарайсыз. Қазіргі мен жабайын деп жатқан ИП-да касса жоқ. Осы жерден тағы да сведения о налоговой регистрации обязательно. Осы жерден қарайсыз. ИП қандай районда тіркелген, қай қалада, қай районда тіркелген қарайсыз. Прописка қай жерде. Осы кодтарды қазір отчет уақытында біз қолданамыз. Енді әрі қарай кеттік. Мен осы страницаны дублировать етіп аламын. Енді бірінші айттым, қарыз болмау керек. Екінші, касса бар болса, учеттан шығарылған болу керек. Және де үшінші, барлық отчеттар дұрыс болу керек. Енді мен қазір 2025 екінші полугодиясы тапсырылды деген есеппен 2026-ның бірінші полугодиясын тапсырамын. ИП жапқан кезде міндетті түрде сіз қай периодқа кірдіңіз, сол период бітпесе де ол отчет тапсырылу керек. Мысалы, қазір 2026 бірінші полугодия, бұл кезеңнің отчеты 1 шілдеде басталады. Бірақ біз ИП-ны жабатын болғандықтан, біз ол отчетты ертерек тапсыра береміз. Бүгінгі датамен. Бүгін жабасыз, бүгін отчетты тапсырасыз. Отчеттің артынша біз уведомленияны о закрытии, заявление о закрытии оны жіберетін боламыз. Қазір көрсетемін. Бізде 2025 жылдың отчеттары бар. Сол үшін мен подать документ деп 2026-ның отчетін тапсыра беремін. Егер сізде осы уақытқа дейінгі отчеттар тапсырылмаса, конечно, ол барлық отчеттарды тапсырасыз да, ең соңында 910 форма, екінші полугодие, бірінші полугодие 2026 деп таңдайсыз. Подать. Вид декларации ликвидационный. Бізде упрощенка не ведет бухгалтерский учет.
признак резидентства, резидент РК, применяемый вид деятельности окетті профильден қараймыз. Біз барлық данныйымыз осы профильде. Бұл адамның океті 47-191, это продажа. 47-191 осында жазамыз. Вторичный окет жоқ. Тағы да айтам, бүкіл ақпаратты посмотреть профиль деп, осы жерден посмотреть профильдан қарайсыз барлық ақпаратты. Төмен түсеміз. Бізде басқа бұл жерде ақпарат жоқ. Бірінші бетте ликвидационная форма, первое полугодие 26 год, индивидуальный предприниматель, не ведет бухгалтерский учет, резидент РК, окетті жазамыз. Екінші тарап. Егер сізде осы жерде осы полугодияда доход болса, 1 январдан бастап осы 3 мартқа дейін доход болса, сол доходыңызды осы жерде көрсетесіз. Мысалы, 2 миллион теңге доходыңыз болды. Осы жерге соны жазасыз. Бірақ қазіргі мен жабайын деп жатқан ИП-да ешқандай доход жоқ. Мен сол үшін бұл жерге еш нәрсе жазбаймын. Ары қарай налогты есептейміз. 2 миллион теңге сізде доход бар. Вычетта енді бұл жерде, егер сізде работниктар болса, оны басқа бір видеода мүмкін түсіндіру керек шығар. Егер сізде работник жоқ болса, бұл жерде ешқандай вычеттер болмайды. Работник жоқ деген ИП ретінде қарастырайық. Өйткені бұл қазір уақытты алады түсіндіретін болсақ. Условно айталық, сіздің доходыңыз 2 миллион теңге, работниктар жоқ. Және де сумма дохода для исчисления ИПН бізде 2 миллион теңге. 2026 жылдан бастап ИП-лар социальный налогты төлемейді, тек қана корпоративный налог, подоходный налог төлейді. Екеуі бір. Енді пайызын сіз өзіңіз қарайсыз. Әр қалада әртүрлі. 2%-дан басталады, 6%-ға дейін барады. Официальный сайттардан, мысалы сіз Атырау қаласында тіркелген кәсіпкер болсаңыз, Атырау қаласы ставка ИПН деп жазасыз. Ресми сайттардан сол жақтан қарап алсаңыз болады. Мысалы айталық, сіздің тұрған жеріңіз 2%-ды құрайтын болса, онда 2 миллион теңгенің 2%-ын сіз төлейсіз. Ол 40 мың теңге. Бұл ИПН, индивидуальный подоходный налог. Жаңа айтқандай, социальный налогты 2026-тан бастап сіздер төлемейсіздер. Енді мен сізге бұны мысал ретінде көрсеттім. Қазір мен жауып жатқан ИП-да доход жоқ. Доход болған жағдайда осында жазасыз өзіңіздің доходыңызды санап, пайызды жаңа айтқанымдай қарайсыз. Егер менде мүмкіндік болса, описанияға PDF форматта егер тауып алсам, сол жерге іліп қоямын. Қай қалада қандай ставка екен, сол жерден қарарсыз. Егер мен ілмесем, онда жаңа айтқанымдай официальный сайттардан өзіңіздің налоговый ставкаңызды тауып аласыз. Үшінші бетке көшеміз. Үшінші бетте егер сізде доход болса, мысалы бірінші ай деген бұл январь. Егер январь айында сізде доход болса, онда сіз ол айға начисление жасайсыз обязательно. 85 мың теңгеден минимум төлену керек социальный отчислениялар. Ары қарай екінші ай 85 мың деп барлық айларға начисление жасайсыз. Мысалы бұл январь, бұл февраль, бұл март. Егер бұл айларда сізде доход болмаса, сіз төлемеге құқылысыз. Келесі, мысалы 3 айға начисление жасадыңыз ба, демек бұл 4250 теңге. Социальный отчисление 4250 теңге төлену керек деген сөз. Бұл 85 мың теңгенің 5%. Мен сіздерге минимумды көрсетіп жатырмын. Басқа да суммадан төлеген болған болуыңыз мүмкін. 100 мың теңге, 150 мың теңге зарплатадан төленген болуы мүмкін. Енді әрі қарай кетеміз. Біз март айында жауып жатқандықтан апрель, май, июнь айларын теспейміз. Сізге мысал ретінде көрсеттім. Біздің ИП-да доход жоқ. Біз социальный және пенсионныйларды төлемейміз. Астыға қарай жүреміз. Доход для исчисления обязательных пенсионных взносов. Енді бізден қандай доходтан пенсионный төлейсің деп сұрап жатыр. Біз тағы да оны 85 мың деп жаңа айтқанымдай минимумды осы жерде көрсетеміз. 85 мыңды көрсеткен кезде сумма обязательных пенсионных взносов к уплате, енді қанша төлейсің деп жатыр. Біз айтамыз 10% ғой, 8500 теңге төлейміз минимум. Осы 3 айға. Мысалы, мұнда жазбай қойын.
8500 теңге, ол 85 мыңның 10%. Келесі тура солай 9-шы графа. Бұл жерде бірақ сумма ОПВР, сумма обязательных пенсионных взносов работодателя. Бұл 2125 теңгені құрайды. Осылай жазып шығасыз. Жалпы барлық отчетта осылай. Қай айларға сіз төлейсіз, сол айларға начисление жасайсыз. Және де ИП-ны жабатын кезде я рекомендую оны ертерек төлеп қоюға. Өйткені сіз бұны кешірек төлейтін болсаңыз, мысалы кешіктіріп төлеген болсаңыз, ол кезде пеня шығады. Пеняңыз лицевой счетқа минус болып келеді, содан кейін сіздің ИП-ңыз жабылмай қалуы мүмкін. Сол үшін ИП-ны жабатын кезде барлық төлемдерді бірінші төлеңіз, сосын барып осы жерге отчет ретінде тапсырып, енді төлеген суммаларыңызды жазып, бірінші ай январь, екінші ай февраль, үшінші ай март деп реттеп отырып жазып, сосын барып отчетта тапсырған дұрыс болады. Енді біз өшіреміз. Жалпы описанияға да жазып кете аламын пайыздарын. Немесе сіздерге жақсы бір лайфхак көрсете аламын. Қалай осы калькуляцияны қолмен емес, калькулятормен емес, қалай оны сайт арқылы есептеуге болады. Келесі бетке өтейік. Зарплатный калькулятор деп жазсаңыз, осы Майбух KZ-тің өзінің калькуляторы бар. Осы жерге өтесіз. Таңдайсыз упрощенка, ИП упрощенка деп таңдайсыз өзіңіздікін. Осы жерде налоги за ИП деген таңдайсыз. Работникке таңдауға болады, жұмысшыға, немесе налоги за ИП деп ИП-ның өзі үшін таңдауға болады. Мысалы, зарплата 85 мың теңге минималка. Астыға қарай түссеңіз, осы жерде негізі категориялар да бар. Ол инвалид болуы мүмкін, медстраховкадан босатылады, олар пенсионер болуы мүмкін, пенсионкадан босатылады. Қандай да бір категория болса, осы жерден таңдаңыз. Менде ешқандай категория жоқ қазіргі ИП-да. Міне сізге барлығын көрсетіп береді. ОПВ 8500, немесе социальное отчисление 4250, ОПВР 2975 деп. 2975, мен 2025-дің суммасын қойып қойыппын, 2975 теңге. Осыны аласыз да копировать етіп мында жазасыз. Өте удобно. 2975 теңге мында. Мен жаңа 2125 деп жаздым, 2025-дің суммасын алып қойыппын. Жалпы осы жақтан копировать етсеңіз қателеспейсіз. Және де қолмен есептемейсіз. Далее. Келесі үшінші бетте бізде сумма взносов на обязательное соцмедстрахование. Осы жерде бір өзгешелік бар. 0-10-шы графада медстраховканы нулевой ИП-лар да төлейді. Бұл обязательно. Доход болмаса да төлену керек болады. Сол үшін бұл жерге біз 3 айға начисление жасаймыз. Январь, февраль, март айы енді басталып жатыр. 2 айға төлесек болады. Осындай бір өзгешелік бар. Доход болмаған жағдайда да бұл медстраховканы төлеу керек боламыз. Міне осы емес 5950 теңге. Далее. Келесі бетке өтеміз. Келесі бетте біз код органа по месту нахождения ИП. Это город Атырау. Место жительства 6208. Жаңа мен бұны көрсеттім. Міне. Осы жерде посмотреть профильда сведения о налоговой регистрации деген жер бар. Осы жерді қараймыз. Место нахождения ИП город Атырау. Место жительства район Нура. Дата прекращения да ешқандай дата болмау керек. Кейде шығып кетеді. Место нахождения ИП 2024-те, мысалы бұл учеттан шығып кеткен. Сол үшін дата прекращения деген графа пустой болу керек. Демек, бұл актуально. Я несу ответственность. Осы жерге галочка қоямыз. И сформировать. Сформировать деп отчетты жібереміз. Әтсепікілікпен қол қойып жібересіз. Сформировать етіп қол қойдым. Сосын барып документы, мои документы дегенге барасыз. Соңғы отчетыңыз 910 форма. Ашып қарасаңыз болады. Электронное уведомление о принятии либо не принятии деген жерден. Осы жерден үлкейтіп қарайсыз. Статус разнесена болу керек. Міне статус разнесен. 5 мартпен. Енді ИП жабудың бірде бір ерекшелігі отчеттан кейін сразу 029 форманы жіберу керек.
029 форманың алдында біз 200 форманы тапсырып аламыз. 2026 жылдан бастап ИП упрощенкалар 200 форманы тапсырады. Алдыңғы жылдары 200 форманы ИП упрощенка тапсырмайтын. Енді егер сіздің ИП-ңызда работник болса, 200 форманы міндетті түрде по работникам тапсырып, отчисленияларын осында жазып, сіз бұл форманы тапсырасыз. ИП-да работник болмаса, 200 форманы тапсырмаса да болады, бірақ мен страховка үшін 200 форма нулевой ликвидационный тапсырамын. Осылай бірінші квартал деп таңдайсыз. Қазір март айы, январь, февраль, март 3 ай әлі біткен жоқ. Демек біз бірінші квартал үшін тапсырамыз. Вид декларации ликвидационная. Признак резидентства резидент РК. Бізде мына жерде налогоплательщик, применяющий СНР на основе упрощенной декларации. Бізде мына жерге работниктарға 0 деп қоюға болады. Бізде работник жоқ. Тағы айтқанымдай, тапсырмауға да болады, бірақ қазір заң өзгергендіктен әлі де бұл сайтты дорабатывают, то есть бұл сайтқа әлі де өзгерістер енгізіп жатыр. Сол үшін мен өзімнің тыныштығым үшін тапсыруды жөн көрдім. Екінші графа толтырмаймыз, 0. Бірақ жаңа айтқандай, егер сізде работник болса, екінші бетті міндетті түрде толтыру керек. Мен бұл 200 форманы толтырып, работник бар болған жағдайда отчисленияларды минимуммен санап, мен осы жерде көрсететін боламын. Осы бетті толтырып көрсететін боламын, алайда оны басқа видеоға түсіріп, YouTube каналға саламын. Жалпы менің каналыма жазып қойыңыз, сол кезде осы видео сізге шығады, қажет болса қарап толтырасыз. Ары қарай раздел мына жерде сіздің тіркелген ИП тіркелген УГД және де сіздің пропискаңыз. УГД бізде 15-10 ИП тіркелген. Индивидуальный подоходный налог и соцналог деген жерге местонахождение ИП және де мына жерде біздің пропискамыз қай УГД-да, соны жазасыз. Ары қарай я несу ответственность сформировать деп ЦП-ме қол қоясыз. Енді ИП жабудың бірде бір ерекшелігі, отчеттан кейін сразу 029 форманы жіберу керек. Ол үшін біз подать документ дейміз. Төртінші бетке өтеміз. Налоговое заявление о прекращении деятельности деген форма бар. Осыны ашамыз. Подать. Осы жерде таңдайсыз. Қандай статьямен жабасыз? Біз индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность в упрощенном порядке без проведения камерального контроля. Осыны таңдаймыз. Далее. Біз енді ликвидация жасаймыз. Біздің налоговый кодтың налоговый отчислениялардың КБК-лары бар. Соларды жазып шығамыз. Индивидуальный подоходный налог, социальный налог, пенсионные 91-101 пенсионные отчисления, социальные отчисления, медстраховка және де ОПВР. Осы кодтарды жазып шығамыз. Индивидуальный, социальный, пенсионка, социальное отчисление, медстраховка және де ОПВР. Далее. Осы жерде мы даем согласие деп қойып шығасыз. Және де бұл форманы қайда жібереміз? ИП тіркелген УГД-ға жібереміз. По прописке кетпейді бұл форма. Обязательно ИП қайда тіркелді? Қай қалада, қай районда тіркелді, сол УГД-ға жібереміз. Мен алдында айтқанымдай, мына жерде посмотреть профиль деп, осы жерде ИП тіркелген УГД-ның кодын қарай аласыз. Видеода жалпы мен бұны көрсеттім. Сформировать деп жібереміз қол қойып. Сформировать деп қол қойғаннан кейін налоговое заявление деген графаға өтесіз. Осы жерде 029 форма статус принят деп тұр. Енді осыдан кейін 10-20 күнде ИП жабылу керек. Тағы да қайталаймын, ИП-ны жабу үшін ең бірінші сізде ешқандай қарыз болмау керек. Кассаңыз учеттан шыққан болу керек. Және де 910 формаңыз
200 форма ликвидационный тапсырылған болу керек, және де сол датамен артынша 029 форма тапсырылу керек. Барлығы бір күнде болу керек. Бүгін отчетты тапсырдыңыз ба, артынша бүгін заявленияны жібересіз. Және де статусын қарап қойыңыз. Егер отказ болатын болса, налоговыйға хабарласып себебін білесіз. Принят болса, 10-20 күн күтесіз. ИП жабылған қалай білу керек, менің каналымда бар, сол видеоны қарап көріңіз, сілтемесін мен описанияға жазып қоятын боламын. Жалпы видео ұнаса лайк басыңыз, каналға жазылып қойыңыз, ары қарай да пайдалы видеолар шығады.